Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді булочка нан жасаймыз. Бұл қамыр универсал, яғни сіз бұлмен булочка жасасаңыз да, және де нан, батон нан жасасаңыз да болады. Енді ең алдымен жылы сүтімізге суымызды және де пісте майымызды, ашытқымызды және де шекерімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, ең соңында ғана барып тұзымызды саламыз. Кейін ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап қолымызбен 10-15 минутта жақсылап июін қандырсақ, сонда қамырымыз, істеген нанымыз жаңағы жақсы болып көтеріліп, жақсы болып шығады. Бетін жауып, жарты сағат 45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Негізі нанды булочка жасағанда қамырымызды негізі ыстық бастан аяқ жылы жерде тұрғаны дұрыс. Енді қамырымыз жарты сағат тұрғаннан соң көтерілгенше тұрады. Көтерілгеннен кейін дәл осы жаңағы ингредиенттермен 4 дана нан шығады. Енді сіздерге бірінші жасалу жолын көрсетейін. Яғни бір қамырымызды алып, 4-ке бөліп, осындай сопақша қылып істеп, міне қараңыздар, біз ортасындағыларын емес, тек шеттегілерін ғана ортаға қарай өріп шығамыз. Жабыстырған жерімізді астына көрсетпей қоямыз. Ал екінші жасалу жолы екеуін орап, осындай біріншісін және екіншісін сыртына орап қоямыз. Міне осында бізде екеуден 4 дана шығады. Бетін жауып, тағы да 20 минутқа, не болмаса жарты сағатқа көтерілуге қойып, жұмыртқамыздың сарысына бір ас қасық сүтімізді қосып, бетіне жағып, жаңағы күржіт, не болмаса жаңағы сиядана сепсеңіздер болады, не болмаса сеппесеңіздер де болады. Қызып тұрған 180-200 градуста жарты сағат 25 минутта пісіп шығады. Және де беті егер жылтырап, әдемі болып тұрсын десеңіздер, глюкозный сироп, не болмаса қанттан жаңағы қантпен суды араластырып, шербет дайындап, бетіне жақсаңыздар, беті жылтырап, әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ шығады. Сіздермен болған Мира. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Сіздермен болған Мира. Ас болсын.